Ерте ме, кеш пе, түптің түбінде кімнің де болса басын ақ қырау шалатыны мәлім. Дегенмен шашқа ақ қырау 30-40 жас аралығында түсуі тиіс. Бұл аралықта әрбір 6 жыл сайын шаш өліп, орнына жаңасы шығып жатады. Өйткені шаштың өмірі 6 жыл. Ал шаш оған жетпей ағарып жатса, онда бүйрегіңізді тексертіп көріңіз. Шығыс медицинасында шаштың ерте ағаруы бүйректе қандай да бір сырқаттың басталғанынан хабар береді делінеді. Шаштың ерте ағаруы атадан балаға берілетін гендік белгі болуы да мүмкін. Тағам құрамында шаш түбі нәр алатын витаминдер аз болса да, шаш ерте ағарады. Шаштың ерте ағаруына жүйке жүйесі қызметінің бұзылуы, витамин жетіспеушілігінен эндокриндік жүйенің дұрыс жұмыс істемеуі, шаршаңқылық, қан аздық пен күн астында көп болу, қыста жалаңбас жүруде әсер етеді. Шаштың құрамында алтын, күміс, мыс, басқа да металдар болады. Солардың ішінде мыстың жетіспеушілігі де шаштың ерте ағаруына жол ашады. Алкогольдік ішімдік, темекі де шаштың ерте қартайып, жіңішкеріп құрғап, тез сынуына түсіне себеп екені анық. Шаштың ағаруы адам ағзасының мал өнімдерін тым көп тұтынуынан да болады. Шашы ерте ағарған адамдардың миға қан құйылу, жүрегінің қабынуы, қысылуы, құяң, артрит тәрізді ауруларға бейімділігі басқаларға қарағанда өте жоғары. Енді шаштың түсін сақтап қалатын және оны ағарудан сақтайтын амалдарға тоқталайық. Зерттеулер В1, В2, В6 витаминдері шаштың жылтырда теп-тегіс болуын қамтамасыз ететінін көрсетіпті. Мысалы, витамині шаш түбін нәрлендіріп, нығайтса, оны қартаюдан, ақ түсуден сақтайды. 2 мен В6 су мен май тепе-теңдігін сақтап, тері жасушаларының қорегін қамтамасыз етеді екен. Ал мыстың орнын толтыру үшін бидай, фасоль, жасымық, чечевица, ақжелкекті, петрушка көбірек тұтынған жөн. Дәрігермен кеңесе отырып, арнайы қайнатылған шөп тұнбалар мен шаш түбін аптасына 1-2 рет шайып тұруда жақсы көмек болады. Шашты жуғанда бір ғана ережені ұстаныңыз, сусабынды мейлінше аз қолдануға тырысыңыз. Көп жаққан жағдайда шашқа артық салмақ түсіп құрғатып жібереді. Шаштараздар 1 шай қасық сусабынды 1 стақан суда араластырып жағу арқылы жуған дұрыс дейді. Сосын сусабынды шаштың барлық ұзындығына құймаңыз. Оны тек шаштың түбіне жақсаңыз болады. Жуған кезде сусабынның көпіршігі төмен қарай ағу арқылы қалған ұзындықты өзі жуып кетеді. Шаш жарнамадағы жұлдыздардың шаштарындай жарқырап тұрсын десеңіз, жуып болғаннан кейін минералды сумен шайып жіберу қажет. Олар шашты біраз жұмсартып, жылтырауына көмектеседі және құнды минералдармен қамтамасыздандырады. Жұмсақ әрі жұқа шаштарға көлем беру үшін жұмыртқаның сарысы мен зәйтүн майын алып, араластырып, шашты жумас бұрын жағып қойыңыз. Шашты арнайы пленкамен орап, сыртынан орамалмен орап, 10 минуттай ұстаңыз. Шашыңызды ұзын етіп өсіргіңіз келсе, ұштарын әрдайым түзеп отыруды ұмытпаған жөн. Сабынның орнына айран немесе жұмыртқаның сарысын пайдалануға болады. Айранды бастың терісімен шашқа жақсылап жағып, басты орамалмен байлап, 5-10 минуттан кейін ыстық сумен жуу керек. 1-2 жұмыртқа сарысын ағынан айырып, ішінде аздаған мөлшерде суы бар ыдысқа құйып араластырып, шашты сонымен жуып, сонан соң ыстық сумен шаяды. Шашты жуып болған соң, оны жұмсақ сүлгімен сүрте отырып кептірген дұрыс. Басты орамалмен байламайды. Құрғақ шашты жуар алдында бірнеше сағат бұрын кез келген өсімдік майымен майлайды. Суықта шашқа зиянды. Сол себепті суық күндері міндетті түрде бас киім киіп жүрген дұрыс. Шаштың түсіп сиреуі, ерте ағаруы оны дұрыс күте білмеуден де болады. Кейбіреулердің шашын жиі бояйтыны белгілі. Содан ол түссізденеді, шашты үнемі қатты байлап, өріп қою, бигудиді көп қолдану да шаштың түсуіне себеп. Негізінен шаштың бос тұрғаны дұрыс. Солай жасағанда шаш еркін өсіп жетіледі. Шаштың неліктен ерте ағарып, жиі түсетіні түсінікті деп санайық. Енді оны күтіп баптау жайына тоқталайық. Зәйтүн майының шашқа пайдасы зор. Бірақ оны ошаған өсімдігін араластырып қолданған тиімді болар еді. Мұны жасау алдында 100 грамдап жас ошағанның түбірін ұсақ етіп турайды, 200 мг зәйтүн майына салып 1 тәулік ұстайды. Сонан соң мұны баяу отқа қойып 15 минут қайнатып салқындатады. Дайын болған қоспаны басқа жағып 2 сағатқа жылы орап қою керек. Соңынан жылы сумен шайып тастаңыз.
Бальзам, кондиционер тәрізді заттарды көп пайдалануға әуестенбеңіз. Басыңызды қышқылы орташа жұмсақ сұйық сабынмен жуыңыз. Шашыңызды кез келген шампуньмен, иіс сабынмен жуа бермеңіз. Ал шашты мүмкіндігінше 1,5 айда 1 рет қана бояңыз. Онда да белгілі уақыттан асырмай ұстаңыз.